Сенім клиникасы ұсынады. Жаңа буын аппараттарында МРТ және КТ тексеру, батыс аймағы бойынша жалғыз рентген денсатометрі, барлық ағзалардың УДС диагностикасы, сараптамалық класс аппараттары, жаңа жабдықтардағы кардиологиялық зерттеулердің барлық спектрі, лазерлік операциялар, жайлы стационар, ЭГГ мониторингі, бейбітшілік даңғылы 41, телефондар 41 51 51, 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы. Сіздерді қаламызда болатын мәдени шаралармен таныстыратын мен Әйгерім Шыңғысқызы. Алдымен бағдарлама демеушісімен таныс болыңыздар. Сенім клиникасы емдеу диагностикалық орталығы толық урологиялық тексеруден өтуді ұсынады. Бұл қандай да бір дертті уақытылы анықтауға, бірқатар ауруларды жоюға және сапалы емдеуге мүмкіндік береді. Тәжірибелі уролог Зұлқаров Ринат Бейсенғалиұлы емханада күнделікті науқастарды қабылдайды. Қанат Бейсенғалиұлы толық диагностика жүргізеді және созылмалы урологиялық ауруларды емдейді. Ол сізді мұқият қарап, диагностика жүргізіп, емдеудің тиімді әдістерін ұсынады. Алдын ала жазылу телефондары 41 51 51 8 778 303 67 28. 11 қарашада өнер орталығында Ресейдің халық артисі, сәнді баритон иесі Александр Серовтың үлкен концерті өтеді. «Я люблю тебя до слез» деп нәзік жандылардың жүрегін жаулаған Александр Серов Ақтөбеде концертін алғаш рет береді. Оның әдемі балладаларында махаббат туралы ең нәзік жолдар керемет әуендермен қиялдасқан. Сондықтан 11 қараша сағат 19:00-де өнер орталығына келіңіздер. 2019 жылдың 20 қараша күні Ақтөбе қаласының жастар ресурстық орталығы ұйымдастырумен қаланың 18 және 29 жас аралығындағы тұрмыс құрған жас келіншектер арасында үлгілі келін 2019 атты қалалық байқау өтеді. Байқаудың мақсаты келіндердің қазаққа тән ибалық, нәзіктік, инабаттылық қасиеттерін және қол өнерге бейімділігін байқау, аспаздық өнерлерін көрсету. Сайыстың шарттарын жастар ресурстық орталығының Instagram парақшасынан біле аласыздар. 14-15 қараша айында Алматы қаласында жастар жылы аясында еліміздегі жастар мен жасөспірімдердің рухани, мәдени, әдеби дамуына үлес қосатын дәстүрлі тәуелсіз ел жастары жыр мүшәйрасы өтеді. Іс-шара барысында жас ақындардың шығармашылығы насихатталады. Жас ақындар және аға буын арасында тәжірибе алмасу алаңы қалыптасады. Жас ақындар республикалық онлайн одағы құрылып, жас ақын шәкірттер мүшелікке қабылданады. Форум форматында өтетін мүшәйраға еліміздің барлық мектептерінің 5-11 сынып оқушылары қатыса алады. Оқушылардың бойында жазба ақындық қабілет пен мектепшілік аудандық ақындар сайысының қатысушысы немесе жеңімпаздары болуы тиіс. Енді ауа райы болжамына назар аударыңыздар. Ертең Мәртөк ауданында күн бұлтты, күндіз бір, түнде -8 градус. Алғада күн құбылмалы, температуралық көрсеткіш күндіз бір, түнде -9 градусты көрсетеді. Хромтау ауданында күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 0, түнде -9 градус. Батамшада жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 12, түнде 5 градус. Ал Шалқар ауданында күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 5 градусты көрсетеді, түнде -7 градус суық. Қала тұрғындар үшін керемет жаңалық. Сенім клиникасында білікті уролог Сұлташев Қайрат Тілекұлы күнделікті науқастарды қабылдайды. Емделушілерге емделу кезінде толық құпиялыққа кепілдік беріледі. Консультациялар кешкі уақытта және демалыс күндері жексенбіде жүргізіледі. Қосымша ақпарат алу үшін 41 51 51 8 778 303 67 28 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай. Ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиникасы ұсынады. Жаңа буын аппараттарында МРТ және КТ тексеру, батыс аймағы бойынша жалғыз рентген денсатометрі, барлық ағзалардың УДС диагностикасы, сараптамалық класс аппараттары, жаңа жабдықтардағы кардиологиялық зерттеулердің барлық спектрі, лазерлік операциялар, жайлы стационар, ЭГГ мониторингі, бейбітшілік даңғылы 41, телефондар 41 51 51, 8 702 267 43 93.